Махаббатсыз неке. Прагма атауы көне Грекияда пайда болды. Бұл мүдде мен есепке құрылған сезім түрі немесе сезімді ақылға жиындырудың бір түрі десе де болады. Өтетін де жөні бар. Тарихтың тезінде талай ғашық көзсіз ерлікке барам деп опық жеген. Осы көзсіздіктің алдын алу үшін тәжірибелі кісілер үйленуде сау ақылдың да үлесі болсын деп тапқан. Бірақ кейде салқын есепті бақай есеп басып кетеді, әсіресе ондай некеде махаббат бүкіл бояуынан айырылады. Дамушы кедей елдерде некенің осы түрі көп байқалады. Мұқтаждық пен жоқшылықтан ығыр болғанда қыздың сұлулығын капиталға айналдыра бастайды. Сұлудың көбі байшыкештердің тоқалы болып келетіні содан. Арулар амалсыз жігіттің өзімен емес байлығымен неке қияды. Қыз келіншектер арасында бір бай жігітті ұстап алсам дегеніме жетер едім. Махаббатпен үйленіп жарлы болып өткенше бизнесменнің тоқалы болғанын жақсы. Махаббат қарын тойғызбайды деген ұстаным кең тараған. Тіпті біреу ғашық болып үйленсе, соған өзі ұялатын болды. Құрбы-құрдастары қалтасында көк тиыны жоқ, қай жеріне қызықтың? Романтика жақсы, әрине, бірақ махаббат сөнген соң не ішіп не жейсіңдер деп ашық кекетеді. Жігіттер арасында да қызға қырындау үшін астында көлігін болу керек деген стереотип орнықты. Кездесуге көлікпен бармаса, қыздың жүрегін жаулай алмас күйге душар болды. Совет дәуіріндегі ғашықтық романдардың инерциясы берге дейін жетті. Нарықтық қоғам сүйгенім үшін бәріне көнем деген идеяны жойып жіберді. Бір жағы совет әдебиеті дәріптеген жігіттің сұлтаны тұрмыстық мұқтаждықтан шыға алмады. Тағдырмен күресудің қыр-сырын білмегендіктен көбі ішімдікке салынды. Бір кезде өздері ғашық болып үйленген аналар қызының есеппен тұрмысқа шыққанын дұрыс көрді. Оның үстіне батыстан соққан киноиндустрия 10 шақты жыл ішінде жастардың санасын өзгертіп жіберді. Миллионерге тұрмысқа шығу, бизнесменнің жүрегін жаулау сипатындағы кинолар қыздарға қанат бітірді. Қазір оңтүстік өңірлерде прагмалық некенің мына түрі қарқындап келеді. Кей ата-ана қызын оқытқанда перспективасы жоғары, болашақта қиналмай жұмыс табатын мамандыққа түсіруге тырысады. Мамандығы мықты болса, бағы да сәтімен ашылады деп сенеді. Себебі жақсы мамандық иесіне сөз салушылар көп. Қыз оқуын бітіріп диплом алған соң оған құда түседі. Мамандығы жақсы болса, қалың малы да қымбат болады. Айттырған тарап та мол қалың мал төлегенде келіннің перспективалы мамандығына сеніп тұрады. Яғни құдалық неке таза прагмалық есепке құрылады. Біз бұған дұрыс-бұрыс деп баға бермейміз. Расымен екі жас тату-тәтті ғұмыр кешіп, екі жаққа сыйлы болып өтуі мүмкін. Бір жағынан қазақ жастарының хәлін түсінуге де болады. Қазіргі некеге әлеуметтік фактор қатты әсер етіп жатыр. Моральдық міндеттер мен советтік махаббат ешкімді қызықтырмайды. Таяуда бір жас жазушы советтік стильде махаббат жайлы кітап жазып көрді. Бірақ қораның төбесінен қыздың шарбағына үзіле қарап отыратын махаббатты жастар қабылдамады. Себебі мұндай махаббатты кешегі Бердібек Соқпақбаевтар нақышына келтіріп жазып тастаған еді. Ал жастар өз дәуіріне сәйкес құбылысты көргісі келеді. 21 ғасырда махаббат феноменін экзистенциализм әдісімен ғана түсіндіріп, мейлінше сақтауға болады деп ойлаймыз. Бұрынғы қазақ қоғамындағы неке прагмалық принциппен жасалды. Екі жасты айттырып үйлендірді. Тіпті бала туылмай жатып бел құда атанды. Әдетте олар құда жақтың шыққан тегін, абыройын, тәрбиесін есепке алды. Жар таңдама, жер таңда, шешесін көріп қызын ал. Баланың жақсы болмағы нағашыдан алып, анадан туады деген кеңестер мен ата даңқымен қыз өтеді деген ұғымдар осыдан қалған. Мұнда ұрпақтың сапасын күшейте беру деген ниет жатыр. Романтиканы жаугершілік заманда
елдік сана жеңеді. Қазақтың ежелгі тіршілігі рулық ұйымшылдық жүйеге құрылғасын басты негізге ұлыстың ынтымағы алынды. Кері кеткен келін тұтас бір рудың генофондын бұзуы мүмкін. Сондықтан қыздың байлығы емес, тегі мен тәрбиесі назарда ұсталды. Жалпы жеті ата принципі руластар арасында үйленуге тыйым салды. Бұл бір ұлыста өмір сүрген қыз бен жігіт өз бақытын міндетті түрде сырттан іздеу керек. Тіпті қалқаман мамыр секілді ғашық боп қалған жағдайда да сүйгендердің арасын жебемен бөлді. Оны шариғат та ақтай алмады. Ел ынтымағы басты мүдде. Егер руласына үйленген бір прецедент шығатын болса, елдің салтын ыдыратып жіберуі мүмкін. Қызға 40 үйден тыйым қыздың өз еркімен жар таңдауына мүмкіндік бермеді. Қыз бақытын іздегенде әкесі мен шешесінің таңдауына үміт артты. Жастардың ғашығына қосылуы өте қиын еді. Сондықтан да ел ішінде сүйгеніне қосыла алмай арманда кеткен ғашықтық әндер көбейді. Жігітте арман барма сүйгенді алған деген тіркес сол кездегі халық әндерінде көп сақталған. Сол дәуірде прагмалық неке өзінің функциясын тиімді атқарды. Бірақ қазіргі урбанизация ел жұртты тіршіліктің бір қазанына салып араластырып жіберді. Бұрынғыдай коллективті сана емес, индивидуалды сана орнықты. Әркім бақытын өзі табу керек. Прагмалық некенің екінші бір түрі азаматтық неке. Ғалымдар азаматтық некені де осы принципке жатқызады. Себебі бұл жұптасуда да шынайы сезімнен гөрі есеп қисан басым. Негізгі себебі тұрақты секс. Сырт көзге уақытша бірге тұрып мінезімді сынап жатырмыз деп түсіндіреді. Психоанализ азаматтық некенің түпкі мотивін секстен іздейді. Екі жастың бір-біріне құмарлық сезімі оянады. Қосылайын десе жел сөзден, өсектен қорқады. Сосын мотивін азаматтық некеге жасырады. Некенің астарында жауапкершілігі жоқ, тегін тұрақты секс өмір сүріп жатады. Жұптар бауыр басып, сезімі ғашықтыққа ұласса, отбасын құрып баянды болып кетуі әбден мүмкін. Жалықса, дабыра қылмай ажыраса салады. Бір-біріне міндет жүктемейді. Жауапкершіліктен қашатын жігіттің де іздегені азаматтық неке. Бірақ түпкі мотивін жасыру үшін үйленуге ақша жоқ деп сылтау айтады. Прагмалық некенің үшінші бір түрі діни жамағат арасында көп кездеседі. Діни танымда Алла разылығы үшін үйлену деген тіркес бар. Олар үйленуді құлшылықтың бір формасы ретінде қабылдайды. Бұл некенің де астарында махаббат гөрі есеп жатады. Яғни мен оны жақсы көрмеймін, ұнатпаймын, тек әйтеуір Құдай о дүниеде осы ерлігіме риза болып жәннатқа кіргізеді деген дәме болады. Немесе менің еркіндігім жоқ, саған өзім үшін емес, Алла үшін үйлендім, мойныма жауапкершілік алмаймын деген түсінік жатады. Яғни жауапкершілігін Құдайға лақтырады. Дегенмен мұндай ситуацияны бір жақты қарауға болмайды. Себебі Алла разылығы үшін үйленіп, бақытты боп кететін оқиғалар кездеседі. Қыздың тәуекелін теріс мақсатта пайдаланатын 200-ді мұсылмандар да баршылық. Сондықтан бойжеткен Алла ризалығы үшін күмәнді тақуаның етегінен ұстауға асықпасын. Алдымен мынадай сұрақты ой елегінен өткізсін. Расымен көкірек көзін ашатын ілім жолында тәуекел етіп тұрмын ба? Ертең мына жігіт дінін де мені де тастап кетпей ме? Осыншалықты құрбандыққа барғанда оның қарсысына қандай нығмет табам? Мен бұл адамды қашаннан бері танимын? Бұлардың өткен өмірі қалай болған? Эмоцияға берілмей осы сауалдарға объективті жауап бере алса, тәуекелге бара алады немесе бас тартады. Сакральды идея үшін үйленуді ғылымда платондық неке деп атайды. Платондық неке өзінің жыныстық құмарлығын тыйып, бір адамға риясыз қызмет ету, соған өмірін арнау, яғни рухани махаббат. Ол көп жағдайда былай болады. 40-тан асқан бір еркек өзін ғылымға не өнерге арнайды.
сөйтеді де төсек ләззатынан саналы бас тартады. Мұндай кезде некені ортақ құндылық ұстап тұрады. Ері де, әйелі де ләззатты төсектен емес, ортақ құндылықты игергенде ғана татады. Алла разылығы үшін үйленуді платондық некемен шатастырып жататындар да бар. Мысалы, бір қыз Алла разылығы үшін ғана тұрмысқа шықты дейік. Бірақ бәрібір олардың арасында құмарлық сезім, романтикалық көңіл күй болады. Күйбен тірлікпен бетпе-бет келгенде Алла разылығы деген идеясы көмескі тартады. Себебі тұрмыстың ауыртпалығы ондай абстрактілі идеяны езіп жібереді. Жұбайларды бір-біріне байлап тұратын ортақ құндылығы болмаса, некені Алла разылығына сүйеніп өмірінің соңына дейін ұстап тұру қиынның қиыны. Сондықтан біз бұл некені махаббаттың шеңберінде қарастырмаймыз. Бір жағынан діни қауым өкілдері де некеде махаббаттың жоғын ашық мойындайды. Алланың разылығы үшін үйлену тіркесінің астарында махаббатсыз үйлену деген мазмұн бәрібір қылтиып тұр. Алланың разылығы үшін үйлену қалай тез жүрсе, Алланың разылығы үшін ажырасу да сондай сипат алып жатады.